Сәлем қыздар, сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда ең актуалды итальяндық паста фетучини альфредо дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін ұзынша етіп турап аламыз. Келесі пиязымызды майдалап турап аламыз. Енді консервадағы грибиді соломка етіп турап аламыз және де ыстық суға 5 минутқа салып қоямыз. Енді таза сковородкаға шамалы сұйық май құямыз. Асын жай отқа қойып, ең алдымен тауық етін жақсылап қуырып аламыз. Енді туралған грибиді салып 3-4 минуттай қуырамыз. Пиязды салып жақсылап қуырамыз. Енді суымызды қайнатып, оған шамалы сұйық май құямыз және де тұз саламыз. Қайнап жатқан суымызға тестамызды саламыз. Мендегі гранора фирмасыныкі. Бір порцияға 3 домалағын салып 5 минуттай қайнатамыз. Енді пастаға ерекше дәм беруі үшін песто соусын дайындаймыз. Ол үшін оливки масло, лимон шырыны, базилик және де горчица қосып араластырамыз. Бәрі әдемі қуырылды. Енді мастер гормет сливкиін құямыз, немесе кез келген сливкиді қолдансаңыздар болады. Астын жай отқа қоямыз. Қатты отқа қойсаңыздар сливки күйіп, дәмсіз болып қалады. Сол себепті жай отта тұруы қажет. Татымына қарай тұз, қара бұрыш себеміз. Алдағы уақыттарда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, үстінен песто соусын құямыз. Енді піскен тестамызды дайын подливке салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған пастаны тарелкаға ақырын саламыз. Үстінен пармезан сырын себеміз, болмаса кез келген сыр қолдансаңыздар болады. Әсемдік үшін черри помидорын, зелень және де бальзамский уксусты осылайынан құйып шығамыз. Міне біздің фетучини альфредо пастамыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Келесіде кездескенше.